Богатырь көмір компаниясының негізгі құрылымдық бөлімшесі болып табылатын Богатырь кеніші 2025 жылы 55 жылдығын атап өтеді. Осыған байланысты кеніштің құрамындағы кешендер, учаскелер туралы бейнематериалдар жариялайтын боламыз. Оның алғашқысы көмір кешеніне арналады. Ол Богатырь кенішінің маңызды құрылымдарының бірі. Осында компаниямыздың басты өнімі көмір өндіріледі. Прошлый год по добыче угля мы порядка 43 миллионов добыли. Өткен жылы 43 миллион тоннаға жуық көмір өндірдік. 2025 жылы жоспар бойынша 45 миллион тонна көмір өндіреміз деп отырмыз. Оның ішінде Богатырь кенішінен 34,5 миллион тонна көмір өндірілсе, нөмір 2-ші өндіру жұмыстары учаскесінен 10,5 миллион тонна көмір өндіріледі. Участку добычных работ номер 2 10,5 миллионов. В общем где-то 45 миллионов получается. Планы. Көмір кешенінің құрамында нөмір 1, 2 және 3-ші өндіру жұмыстары учаскелері және циклдік толассыз технология учаскесі бар. Нөмір 1-ші өндіру жұмыстары учаскесі тек көмір жөнелтумен айналысады. Олар қат-қабаттардан және конвейерлі теміржол кешенімен көмір жөнелтеді. Нөмір 2-ші өндіру жұмыстары учаскесі көмір өндіріп қана қоймай, оны жөнелтумен де айналысатын өзгеше бір учаске. Яғни өздері көмірді қат-қабаттарға үйіп, роторлы экскаваторлар мен темір жол көліктеріне артады. Нөмір 3-ші өндіру жұмыстары учаскесі тек көмір өндіру жұмыстарымен айналысады. Онда бір шөмішті және гидравликалық экскаваторлар және оларға қосымша ВА-900 жүк тиегіші жұмыс істейді. Бұл 3-ші өндіру жұмыстары учаскесінің нөмір 19-03 деп нөмірленген ЭКГ-15М экскаваторы. Онда бригадир Қайрат Абдрахманов басқаратын 9 экскаваторшы еңбек етуде. Біз барған кезде ауысымда машинист Анатолий Овчар және машинист көмекшісі Думан Жолдаспаев болды. Осы жерде айта кететіні, олар басқарып отырған шөміштің сыйымдылығы 18 текше метр болатын ЭКГ-15М экскаваторы 2022 жылдың соңында пайдалануға берілген. Сол кезде өз ісін шебер білетін экскаваторшылар бүкіл кеніштен іріктеліп алынған. Екібастұз қаласында туып өсіп жетілген Анатолий Михайлович солардың арасынан табылғанына мақтан тұтады. 32 жыл бұрын кенішке келгеннен бері тек 2 экскаваторда жұмыс істеген екен. Бригада нормальная, все парни молодые, как бы все стремятся. Я здесь самый старший в бригаде. Бригадамыз жақсы, жас жігіттер көпшілігі, барлығының талпыныстары бар. Солардың ішінде жасы үлкені мен. Бір-бірімізді қолдаймыз, бір отбасыдаймыз. Бұл экскаваторды өзіміз жинап, қолданысқа енгіздік. 2 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Әлі қиындық тудырған жоқ. Өнімділігі өте жоғары. Сынып қалу, апатты тоқтау болған жоқ. Өзіміздің ішінде біреулер оны Мазерати деп атайды. Кто как, кто называет Мазерати, а кто нормально. Бір ауыр жүк көлігін арту үшін 3-4 минут кетеді. Ал ауысымда 100 ауыр автотүсіргішке көмір артамыз дейді экскаваторшылар. Машинист көмекшісі Думан Амангелдіұлы Солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Ғасыр басында көмірлі қала Екібастұзға қоныс аударыпты. Міне 7 жылдан асты Богатырь көмір серіктестігінде еңбек етіп келеді. Думан Жолдаспаев бұған дейін басқа да кәсіпорындарда еңбек еткен, сондықтан салыстыра алады. Богатырь көмір өнеркәсібінің флагманы. Богатырь кеніші үлкен кеніштердің бірі. Сондықтан перспектива бар. Жаңа экскаваторлар, көптеген мүмкіндіктерге жол ашылуда. Алдағы жоспарым да сол. Осында жұмыс істей беру. Кеніш ұнайды. Бригадамыз жақсы. Тату, ұжымымыз өте жақсы. Осы жерде тоқтала кететіні Думан Жолдаспаевтың ұлы Әділхан да компаниямызда байланыс жөніндегі техник болып еңбек етуде. Думан бос уақытында спорттық сауықтыру кешенінде доп теуіп, ауыр атлетикамен шұғылданып, немересімен қыдырғанды ұнататын болып шықты. Осы учаскенің тау-кен шебері Қайрат Дарбаев та Богатырь көмір жұмыскерлерінің көпшілігі сияқты бүгінгі Қосым Пішенбаев атындағы Тау-кен техникалық колледжінің түлегі. Бастапқы кезде Тау-кен көлік жабдықтары зауытында слесарь болып бастады. Кейін 3-ші учаскеге экскаваторға ауысты. Сосын жоғары білім алғасын осы учаскеде Тау-кен шебері болып еңбек етуде. Мастер работа в принципе нравится. Маған Тау-кен шебері болып жұмыс істеу ұнайды. Еш қиындық жоқ. Бірақ ол үшін ең астынан бастап жұмыс істеуің керек. Сонда барлық жұмыс процесін түсінесің. Өйткені біз Тау-кен шеберлері тек геологияны ғана емес, машинаны да 5 саусағымыздай білуіміз керек.
Бізде роторлы экскаваторларда 5 адамнан жұмыс істесе ауысымда, ал бір шөмішті экскаваторларда 2 адамнан, лифхер экскаваторларында 1 адамнан жұмыс істейді. Жұмыс барысында ақаулар болып жатса, соларға барып көмек береміз. Осы кәсіпорында әкем жылжымалы құрамның слесарі болып жұмыс істеген. Денсаулығына байланысты шықты. Өзім соған қарап өстім. Әкем маған үлгі болды. Соның ізін басып келіп, Богатырь кенішінде еңбек етудемін. Ребенка что надо? Показатель всегда отец. По его стопам пошел тоже, вот он здесь на Богатыре всю жизнь. Тоқтала кететіні бұл учаскеден жөнелтілген көмірдің басым бөлігі циклдік толассыз технология кешеніне жеткізіледі. Көмір өндіру үрдісі үздіксіз болғандықтан жауапкершілікте мол. Ал кез келген кәсіпорынның басты байлығы адамдар. Көмір кешенінде бірінші өндіру жұмыстары және циклдік толассыз технология учаскелерінде еңбек ететін адамдар саны көбейген. Нөмір 1 өндіру жұмыстары учаскесіне қарасты конвейерлі теміржол кешені 1990 жылдардың басында пайдалануға берілген. Құрметті шахтер Дмитрий Мелиховтың естеліктеріне сүйенсек, бастапқы 14 жылда бұл кешен техникалық жарақтаудың 3 кезеңін бастан өткерген. 2003-2004 жылдары оның құрамында бірегей көмір тау жыныстарын тиеу кешені салыныпты. Да, предварительно формируется автотранспортом. Алдын ала автотүсіргіштермен күлділігі 43% болатын көмір қат-қабатталып үйіледі. Сосын роторлы экскаваторлар оны конвейерлік таспаға салады. Көтермелі таспалы конвейермен ол жоғарыға көтеріледі. Ол жерден өздігінен жүк артатын 2 құрылғы көмірді теміржолдық жартылай вагондарға тиейді. СПО-1, СПО-2. Айрат Афлаковичтің кәсіпорнымызда жұмыс істеп жүргеніне әлі 1 жыл толған жоқ. Ал көмір өнеркәсібінде 1986 жылдан бері еңбек етуде. Сондықтан тәжірибесі мол. Беспрерывная работа и Тоқтаусыз жұмыс істейді. Бір ауысымдық өнімділігі 25.000 тонна көмір. Үздіксіз жұмыс істейді. Ауысымға 15 адам жұмысқа шығады. Оның ішінде роторлы экскаватордың экскаваторшылар бригадасы, конвейерлік кешенге қызмет көрсетушілер бар. Оларға қосымша өздігінен жүк арту құрылғысының адамдары да бар. Осы кешенге қызмет көрсетіп, жөндеу жұмыстарын жүргізетін электр слесарлар да бар. Ауысымдық қуаттылығы 25.000 тонна болғанымен бұл кешен 30.000 тонна көмір жөнелткен кездерде болған екен. Айрат Салахов бұл конвейерлік теміржол кешенінің әлі де болашағы бар деп сенеді. Кеніштерде адамдар ауысыммен жұмыс істегенімен түрлі техника үздіксіз жұмыс істейді. Сондықтан еңбек қауіпсіздігіне де басты назар аударылған. Работа должна быть безопасной. Ежегодно у нас проходит обучение. Әрине жұмыс қауіпсіз болуы керек. Жұмысшыларды осы тақырыпта оқыту жыл сайын жүріп тұрады. Тексерістерде анықталған кемшіліктердің көзін тез арада жоюға тырысамыз. Өндірістік бақылаулар апта сайын жүргізіліп, қорытындыланады. Жалпы айтқанда бақылау тұрақты түрде ұйымдастырылған. Бізде көшбасшылар клубының мүшелері бар. Олар еңбек қауіпсіздігі мен BPS жұмыс орындарында, экскаваторларда жұмыс орындарын жақсарту мәселелерімен айналысады. Улучшение рабочих мест на рабочих местах, на экскаваторах. Богатырь көмір серіктестігі циклдік толассыз технологиясын енгізеді дегеннен бастап көпшіліктің назарына іліккені белгілі. Өткен жылы кәсіпорнымызда 43 миллион тоннаға жақын көмір өндірілсе, соның 10,7 миллион тоннасы циклдік толассыз технология арқылы тұтынушыларға жөнелтілген. Ал биыл ол көрсеткіш 23 миллион тоннадан асады деп күтілуде. Циклдік толассыз технология учаскесі қат-қабаттарда үйілген көмірді жөнелтумен айналысады. 2 солтүстік және оңтүстік қоймалары бар. Направление север-юг. Өндіру жұмыстары учаскелерінде ауыр жүк автотүсіргіштеріне артылған көмірлерге ұсақтау қайта тиеу пунктіне төгіледі. Осы жерде қатты отын ұсақталып, конвейерлік таспамен циклдік толассыз технология кешеніне жеткізіледі де қат-қабатталып үйіледі. Біруіне көмір жеткізіліп, үйіліп жатқан кезде екіншісіндегі көмір жөнелтіліп жатады. Егер біз Богатырь көмір серіктестігінің жүрегі Богатырь кеніші десек, кеніштің негізгі құрылымдық бөлімшесі көмір кешені екенінде сөз жоқ. Ал оның жұмысының басты бағыты циклдік толассыз технология учаскесінің әлеуетін жоғарылату. Максимальную производительность поднять комплекса ЦПТ. Біздің басты міндетіміз циклдік толассыз технология кешенінің өндірістік қуаттылығын барынша арттыру. Бұдан басқа көмір өндіруге 12 текше метрлік шөмішті бір экскаватор алу көзделген. Ал негізгі тапсырма
циклдік толассыз технология кешенінің өнімділігін көтеру және басты назар осы учаскеде болады. На этот участок. Соңында айтарымыз Қайрат Құсайынбеков Тау-Кен техникумын аяқтағысын 1990 жылы Богатырь кенішіне экскаватор машинистің көмекшісі болып жұмысқа тұрған екен. Яғни астынан бастап мансаптық баспалдақпен көтеріліп келе жатыр. Көмір кешені Богатырь кенішінің мерейтойлы жылын апатсыз өткізіп, белгіленген жоспарлары орындалсын дейміз.